Ардақ жанкелер, мінекей бірінші раунд басталуға жақын. Азамат Қалабаев және Денис Черников арасындағы жекпе-жек. Екеуі де Шығыс Қазақстан облысы бұрынғы, қазір енді біреу Шығыс Қазақстан, біреу Абай облысының тумасы. Қалабаев семейлік жауынгер, Черников Өскемен қаласының файтері. Міне алғашқы соққы. Қалабаев жақсы бір жойқын лоу-кик бағыттады. Черниковтың жауабы. Бұл енді ірі денелі жауынгерлердің айқасы болғандықтан қазір кез келген ауыр соққы шешуші роль атқару әбден мүмкін. Ну, интересно, как быстро Қалабаев инициирует борьбу, потому как это его стезя, это ярко выраженный борец. Да, собственно, вот и наступает момент. Оверхенд. Под это он оформляет перевод и сразу переводит, точнее, приземляет Черникова. Айтып ауыз жиғанша деген, осы болды. Қалабаев бірден күреске кірісті. Енді Черников үшін мына тұста сатылып шығып кетудің жолын табу қажет. Да, пытается Қалабаев пересесть в маунт. Есть халфгард. Черников был близок к тому, чтобы выбраться. Қалабаев бірақ бар денесінің салмағымен қарсыласын тырп еткізбей басып ұстауда. Және де білегімен қарсыласының желкесінен тіпті тұқыртып тұрып бір басып тырп еткізбеуге тырысады. Черников қазір бір тізесін тіреді, тұрып кетуге енді күші жете ме? Қолына бір әдіс жасағысы келіп жатқан сияқты. Ну да, на Кимура пытался Черников. Но так долго, и в принципе кажется, что Қалабаев контролировал ситуацию. Готовит колено в корпус. Қалабаев. Айқастың қарқыны бірден басылды. Қазір енді рефери ширақ қимылдар болмай жатса тұрғызуға да әрекет ететін шығар. Жарыптесім айтпақшы, Қалабаев үшін бұл қалыпты үрдіс. Партерде осылай айқас жасау. Тіземен қазір шегелеп тұрып тағы бір соқты. Әрі бұл соққылар ауыр болып келеді. Черников қандай айла шара жасамақ? Сол баяғы бәз қалпы. Қалабаевтың бір қолын жібергісі жоқ. Да, кажется, просто-напросто дожить до конца раунда и понести минимум урона. Вот она задача Дениса Черникова. Пассивно работают в партере бойцы. Қалабаев зажал и не знает, что делать дальше. Черников не понимает, как встать, как вернуться в стойку. Бірақ есть Кимура грипп, но бір шеті бар енді Черниковтың ойлаған әдісіне. Бірақ мына тұста Қалабаевтың да текке қарап жатпайтын түсінікті. Жәукендеп көреді. Қалабаев қарсыласын осылай өз ыңғайына ақырын ғана қолын шығарып алуға тырысуда. Шынтақпен қазір қарсыласының қапталынан соғып көрді. Денис дегенмен экранға бір көз тастады да әрі қарай жатуын жалғастыруда. Дегенмен ойлағаны орындалатын болса, онда Черниковтың бағынан бері текке траштаны болсы бір әдісті қайта орындауға талпынбағаны. Жоқ, сәл босаңсытқан сыңайлы қолды. Екі иығымен ентіге демалуда Черников.
шаршап қалды. Енді қаншама күшті жұмсады Қалабаевтың тұрғызбауға. Бұл тұста Черников 2-1. Бірақ мен 2 қойын атқан сыңайлы. Бірі қарсыластың осылай қолын бұғаттап, қимылдатпай еркін әрекет етуіне мүмкіндік берген жоқ. Екіншіден қауіп тудырды. Міне раунд аяқталды. Ардақ жанкерлер осы бір сәтті пайдалана отырып, Найза лигасының басты серіктестерін атай кетуге рұқсат етіңіздер. Олимпиад компаниясы осы шиеленісті жекпе-жектердің көрсетілімі тек Олимпиадтың қолдауымен жүзеге асып отыр. Олимпиад Қазақстандағы номері 1-ші спорт инвесторы. Сонымен қатар Горилла Energy бұл тек қана энергетикалық сусын емес. Бұл біздің қатысушылар мен көрермендер үшін жаңа күш пен қуаттың көзі. Дар Лейн платформасы. Бұл бизнесті оңтайландырып, тапсырмаларды, құжаттарды реттейтін онлайн офис. Және де Спорт Плюс Қазақстан теле арнасы және Найза ТВ мобильді қолданбасы. Ну что, второй раунд. Черников, Қалабаев. В первые 5 минут минимум активных действий от двух бойцов мы увидели. Надеемся, что они исправятся во втором раунде. Черников лезет вперед с одиночным ударом. Длиннющий джеб, который не доставил проблем Қалабаеву. Есть хай-кик от Черникова. Я, в общем-то, рассказывал именно об этом. И о том, что очень хорошо работает ногами Черников. Пока редко к этому прибегает. Практически не дает повода вспомнить именно об этом. Черников в целом, у него очень сложная судьба. Он круглый сирота. На данный момент у него своя семья. Воспитывает своих детей. Примерный семьянин. И ведет здоровый образ жизни. Черников, неужели он там в борьбу полезет? И вдруг был там подхват. Қалабаев-то. Теперь Қалабаев. О, да. Мощный слэм. Әдемі көрініс тамашаладық Азаматтың орындауында. Қазір енді осы мына жақта Азаматтың қолдаушылары жанұшыра айғайлауда. Тек қана осы позициядан қазір енді Қалабаев бір тапқырлық танытып, өзіне ұпай алып келетін әдіс айлаларды жан-жақты қарастыруда. Черников болса дәл бағанағыдай. Қазір енді бір қолмен қарсыластың қозғалысын тежеуде. Арқасын беріп қояды ма Черников? Пытается буквально выползти из захвата Черников. При этом Қалабаев заблокировал левую ногу и не дает возможности на нее опереться. В связи с этим Черников максимум может менять позиции, разворачиваться, но... Қалабаевтың көздегені кеудесіне қарай отырып алғысы келетін сияқты, маунтқа шығып, сонымен түйіндегісі келіп тұрма. Ал Черников қазір бір жаққа жантайып жату арқылы Қалабаевтың емін-еркін шабуылдауына да мүмкіндік беретін емес. 2 минуттай уақыт бар. Проверяет корпус Қалабаев. Навстречу. Когда Черников пытался оттолкнуться. Енді Черниковта барынша тапқыр әрекет етуде қазір. Өзіне қатты залал келмейтін жақты таңдап, ауыр соққыларды. Каждый раз возникает ощущение, что Черников охотится за Кимурой.
Екі жақтан да. От Халабаева мы вообще не видим, да, каких-то приемов, ни попытки выйти на удушение, просто контроль. Бақылау соққы ұпай, бақылау соққы ұпай осы қалыпты сценарий болып тұр енді Халабаеву нужна победа, вот как бы и его главная задача. Ну так ты, конечно, ничего не добьешься. Но вот с точки зрения там, своих перспектив в промоушене. Собственно, то же самое касается и Черникова, разумеется. Залеживает Халабаев оппонента. Бірақ енді бірінші раундқа қарағанда партерде қазір кішкене қимыл қозғалыс бар. Екі тараптан да. Қысым бар, әрекет бар әйтеуір. Жанкүйер жұртты жалықтырып алатындай көрініс емес. Дегенмен шынайы фанаттарға тек тұрып төбелес керек. Сәтін салса ерекше сабмишн әдістері керек, нокаут керек дегенде. Міне Қалабаев әйтеуір бір дегеніне жетті ме? 20 секунд уақыт. Тапшы болатын сыңайлы. Есть гард. Но Черников, по крайней мере, намекнул на то, что попытается выйти на удушение. Что треугольник. Және уақытта бұған жеткіліксіз. Да, но это скорее только метод удержания соперника. Не знаю, с десяток, наверное, ударов Черников нанес в этом раунде. Пока это, наверное, самый скучный бой сегодняшнего карта. Баяу, сылбыр, және, я. Сказать, что официальный рекламный партнер турнира компания MYD Production. MYD Production – эксклюзивный рекламный оператор аэропортов, железнодорожных вокзалов и медиафасадов Центральной Азии. Да, друзья, ну я напомню, прямая трансляция этих зрелищных поединков стала возможна благодаря Алибет, инвестору номер 1 в спорте Казахстана. Алибет – основной партнер ведущих бойцовских промоушенов страны, который заряжает спортивной энергией, вдохновляет на победы. А также наш партнер – это Gorilla Energy. Не просто энергетический напиток, это источник силы и энергии для наших участников и зрителей. Ну что, третий раунд финального боя в прелимах. Черников, по-моему, понимает, что у него нет выхода, надо идти, искать нокаут, и только это его спасет. Халабаев же будет бороться. Черников. Денис осы жойқын бір соққыны жеткізуді ғана армандап жүрген сыңайлы. Қалабаев қашқақта жүріп қорғанып, қылт етсе аяққа өту мүмкіндігін жібермеуге тырысады. Қалабаев ақырын ғана артқа шегіне барып қазір Черниковтың орындауындағы соққыдан кейін міне белге қарай жармасты да ақырын ғана жайғастырды. Енді қандай сценарий күтеді бізді? Черников тағы да. Ну, кажется, это мы видели на протяжении 2 раундов. Сценарий тут не изменится. В принципе, бірінші раундтағы айнымайтын сценарийді да, көрдік, да. Тағы да бір қолын істен шығарды, жоқ. Черников. Неплохо, а вот здесь был активнее. То есть Халабаев пытался. Черников. Теперь уже он сдерживает оппонента. Халабаев же наконец-таки идет активней. Қазір нар тәуекелге көшкен сыңайлы азамат. Бір қолды істен шығару арқылы ауыр бір соққымен жекпе-жекті уақытынан бұрын аяқтауға талпынады. Тағы да. Шынтақты іске қосшы дейді азаматтың бұрышында ақыл кеңес айтып отырғандар. Соққы жоқ. Черников қазір. Не проходит локоть, но как минимум уже успел сеть Черников. Можно оттолкнуться в принципе.
Халабаев будет стаскивать оппонента. Полностью инициатива за ним. Енді байқастың бір сюжеті аса айтарлықтай өзгешелік алып келген жоқ. Бұл раундта да Қалабаев әйтеуір қарсыласты жәукемдеп жығып алып өз шама шарқынша шабуылдап жатыр. Черников өз қарым қабілетінше қорғануда. 2 минутқа жуық уақыт бар. Бұл тұста енді Азамат бәлкім енді соңғы 1 минут 30 секунд қалғанда тұрып төбелесуге шақырар мекен. Ол енді белгісіз әзірге. Черников тағы да тұрып кетуге тырысады. Қалабаев қалт жібермей бақылауда. Бір енді жойқын жекпе-жек деп айтуға келмейді. Біз бір жақсы спарринг байқап отырғандаймыз. Ардақ жанкүйерлер, енді естеріңізге салсақ, бұл Найза 77 турнирдің қазіргі негізгі жекпе-жектеріне де таяп қалдық. Нақтылай кететін болсақ, Білал Хусайын мен Ағырыз Жұматбеков арасындағы жекпе-жек, одан кейін Ерзат Сақабанов пен Широзиддин Бекмуродов арасындағы жойқын жекпе-жек бізді күтуде. Міне 1 минуттай уақыт бар. Және де бүгінгі кештің комен ивенті мен басты айқас Қазбек Сағын мен Иламан Саясатовтың орындауындағы ең басты жекпе-жекті жанкүйер жұрт тағатсыздана күтуде. По-моему, встает Черников. Неужели удастся ему это сделать под конец 3-го раунда? Енді бұл тұста осы екі жауынгерді бір-біріне қарсы қойған сәттеде бәлкім матчмейкерлер ойлаған болар, бір жойқын нокаут болады, болмаса бір уақытынан бұрын аяқталар деген сенім болған сыңайлы. Сондықтан да осылай кіріспе жекпе-жектердің ақыр соңына кеп қойған екен. Дәл мейн-карт алдында. Міне, айқас осымен бітті. Енді кім жеңімпаз десеңіздер, бұл жерде айтпаса да түсінікті сыңайлы. Бақылауы басым болған, ширақтығы қарсыласына қарағанда сәл көбірек болған. Міне статистикалық мәліметтер көз алдарыңызда. 4 минуттан астам уақыт Азамат Қалабаев өз қарсыласын бақылауында ұстады. Құрметті ханымдар мен мырзалар, төрешілердің бір ауыз шешімімен жеңіске жеткен алаңның қызыл бұрышы Азамат Қалабаев. Азамат Қалабаев